Достар, қош келдіңіздер. Сіздермен бірге дәмі өте керемет түлпан самсасын дайындаймыз. Жұмыртқамызға тұзымызды, үй температурасында сары майымызды, ұнымызды қосып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Разрыхителімізбен айранымызды қосамыз. Айранымыздың орнына қаймақ қоссақ та болады. Нанымызды жақсылап илеп, пищевой пленкамен бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Картошкамызды ұсақтап турап аламыз. Пиязымызды да ұсақтап тураймыз. Туралған етімізге картошкамыз бен пиязымызды қосып, қара бұрыш пен тұзымызды салып араластырамыз. Нанымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Нанымызды видеодағыдай жаймалап аламыз. Барлығын бір размерде кесіп аламыз. Нанымызды жайғанға ыңғайлы болу үшін домалақтап аламыз. Қатты жұқа болмау керек, домалақтап жайып алып, қоспамызды қосып, бір жақ шетін жартылай кесіп алып, шетінен нанымызды домалатып аламыз. Астыңғы бөлігін бір қалыпты етіп тегістеп жауып шығамыз. Формасына келтіріп аламыз. Пергамент қағазына қойып, духовкада пісіріп алатын боламыз. Достар, видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қолдап қойыңыздар. Духовкамызға 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына қарай қызарғанша пісіретін боламыз. Үстіңгі бөлігіне толығымен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз.
mak ben kunjutimizni üstüngi bo'lagini sevib chiqdim. Samsamizning dami o'ta keremet, yumshoq bo'lib chiqadi. Jasab ko'ringizlar.